Дәрігерге сеніп барып ажал құшу оқиғасы кез келген адамның үрейін туғызатыны анық. Стоматологиядағы бұл қайғылы жағдай медициналық мекемелердегі қауіпсіздік мәселесін қайта күн тәртібіне шығарды. Пациент екпе салар алдында не талап етуі керек? Егер зардап шексе, құқығын қалай қорғайды? Шымкенттегі заңгер Бекмырза Амангелдімен талдап көрейік. Бекмырза Асқарұлы, сіз эфирдесіз, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Бірден сұраққа көшейік. Әрбір пациент дәрігерінің орындығына отырмас бұрын одан қандай құжаттарды немесе лицензияларды талап етуге құқылы? Негізінен оны тағылымдамадан, практикадан өтпегендігін туралы сұрап отырмайды әрбір адам. Бірақ дегенмен де медициналық орталықтың лицензиясы бар ма, жоқ па, осы бойынша өзінің тағылымдамасын немесе білімін дәлелдейтін дипломдарын сұратуға әрбір барған науқас құқылы. Ал егер емхана ішінде жағдай қиындап, алғашқы көмек дұрыс көрсетілмесе, куәгерлер немесе жақындары заңды тұрғыда қандай әрекет жасау керек? Бұндай жағдай орын алған кезде осы құқық қорғау органдарына жүгінуіне болады, немесе өз бетінше жедел жәрдемге хабарласып, бірінші көмекті талап етуіне құқылы. Қалай ойлайсыз, мемлекет тарапынан қадағалауды күшейту керек пе медициналық мекемелерге? Негізінен осындай жайт орын алғандықтан бұл жерде денсаулық сақтау министрлігінің араласуы қажет деп санаймыз. Себебі бұл жерде қадағалау мәселелері дұрыс қолға алынбаған деп есептейміз. Бекмырза Асқарұлы, тікелей эфирде сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Біз жалғастырамыз.